серіктестер бізде 6 қалада бар қазіргі уақытта. Орын таңдау жағынан да, барлық жағынан көмектеседі. Қандай сұрақ болса да жауап береді Марғұлан. Болады ашуға, иә. Ризасыз ба? Иә. Аха, рахмет онда сізге. Енді күніне 220 машинаны жуасаңда күндік пайда қазір қанша болып отыр? 80-90 мың теңге аралығында болып отыр. Күндік касса түседі? Иә, күндік касса. Атын көріп тұрғандарыңыздай оригиналсың деген. Бұл Әбжаппар Әлқожаның автомойкасы. Қазіргі уақытта біз жұлдыздармен де жұмыс істеп бастадық. Без проблем. Орысша айтқанда без проблем. Кесіп шартпен бәрі. Бәрі кесіп шартпен 1 жылға договор бойынша. Біздің видеолар арқылы миллион тауып жүрген біздің көрермендеріміз бар екен. Машинаны 2 күнде бір жуамыз өзіміздің көлігімізді. Жылына 4 сезон киіндіреміз. Одан қалса әр сезонда баллонын ауыстырып, ішіне чехол киеміз. Керек болса иістендіргішін алып, өзімізге алмаған парфюмді машинаға аламыз. Ал әрбір титанкасын алып, машинаны сәндеуге әрқашан дайынбыз. Кішкене краскасы кетсе, косметикасын алып, покраскіге жасауға әлдеқашан ақшамызды құртуға біз дайынбыз. Қайырлы күн достар, есім Құрманғали Флан, бұл Сала таңдау каналы. Бүгінгі біздің сіздер көрсететін кәсібімізді түсінген шығарсыздар, біз бұны бұрын түсіргенбіз, екінші рет қайтадан түсіндіріп жатырмыз. Бұл көлік жуу бизнесі. Құрметті Сала таңдау көрермендері, біз сұхбатымыз жалғастырайық. Осыдан 6-7 ай бұрын біз Мәкеңмен бір видео түсіргенбіз мойка жайлы. Сол видеодан кейін біздің YouTube каналы арқылы 6 қаладан, қателеспесем, осылай самап су үшін мойка ашылған екен. Біз қазір Шымкент қаласындамыз, Уәлиханова көшесінде. Біздің Сала таңдау каналы арқылы бір бизнес Шымкент қаласында көтерілді десек болады. Мәке, қанша қаладан және де қандай қалалардан аштыңыздар, серіктестер? Өздеріңіз айтқан сияқты негізі серіктестер бізде 6 қалада бар қазіргі уақытта. Қызылорда, Астана, Алматы, Шымкент, Тараз және Ақтау. Негізі батыс жақтан аз, сондықтан батыс жақтан кәсіпкерлеріне кішкене батыс жақтан серіктестер келді. Енді құрметті серіктес болам деген адамдар үшін. Бәке, мынау қашан ашылды мына мойка? Так, бұл мойка примерно 3 айдай уақыт болып қалды ашылғанына. 3 айдай болды ашылғанына. Күндік табысы қанша? Күндік табысы 60 мың мен 80 мыңның арасы қазіргі уақытта. Кризис, карантин қаншалықты әсер етіп отыр? Негізі карантин бұл кәсіпке, жалпы осы кәсіпке карантин өте қатты көп әсер етпейді. Неге десеңіз, кризис, точнее кризис. Карантин уақыт жағынан шектеп тастаса мүмкін бар шығар әсері, бірақ кризис жағынан өте қатты көп әсер жоқ. Неге десеңіз, бұл кәсіптің, мысалы бір машина келдік дейік. Бір машина келеді, полный толықтай жуып кету үшін примерно 400 теңге кетеді. Дұрыс па? Обычный мойкамен салыстырған уақытта, обычный мойкалар 1500-1200 теңге болатын болса, бұл 400 теңге. То есть получается 60 есе арзан ба? 60 есе арзан болса, 2 есе арзан болып есептеледі. Сондықтан 300 теңге көп адамның қалтасына көп ұра қоймайды. Сондықтан принципі кризис бұл кәсіпке, именно осы кәсіпке кері әсерін тигізе қоймайды. Иә. Күніне мына мойка қанша машина жуады? 100 машинамен 200-250 машинаның арасында шығар. Бұл жерде мен есебім бойынша. Күнде 80 мың 60 мың арасында табыс тапса, яғни айына 1 миллион 800 мың, 1,5 миллион 1 миллион 800 мың теңге түседі. Ақша кассаға кірді. Енді бұдан пайдасы қанша, бұның расходы қанша мысалы? Так, расход нақты бір машинеге қанша су кетеді, бір машинеге қанша пена кетеді, ол жағын есептеу қиын. Негізі қиын да есептеу, бірақ біздің есебіміз бойынша бұл кәсіпте 80% доход, 20% қана расход болып есептеледі. Бұл расходтың ішінде ең главный нәрсе бізде свет, одан кейін пена, одан кейін су. Осы 3 нәрсеге ғана кететін нәрсе да, расход. Сондықтан табыс 80% болып есептеледі. Су енді арзандау болуы мүмкін, мысалы пена. Пенаны қалай аласыздар, мысалы бір алған пена қаншаға жетеді, қанша машинаға жетеді, және оның бағасы қанша? Қараңыз, бізбен жұмыс істейтін қазір бір фирма бар. Сол фирмада 20 литр пена 8 мың теңге тұрады. 20 литр пена. Бір аптаға, примерно, грубо айтайық, бір аптаға 8 мың теңгеден 40 литр, 16 мың теңгеге 40 литр пена алады деп есептесек. Ол 40 литр пенаны 7-ге көбейтеміз. То есть, әр 1 литр пенаға 7 литр судан қосылады. Концентрат солай. Таза пенаның өзін пайдалануға болмайды да. 8 мың алған пена 500-700 машинаны жууға жетеді. Принципі, 700 машинадан асып қалуы да мүмкін. 700 машинадан средний чек табыс түссе, одан бір 400 теңге ғой. 400 теңге пайда түседі. Енді мынау қала болып есептеледі, қалада может средний чек сәл көп болуы да мүмкін, бірақ біздің есеп бойынша средний чек 400 теңге. Әке, мысалы, дальше өздері санауға. Біздің көрермендерге тағы да қызық нәрсе мынау ғой, жарайды табыс тауып тағы да басқа. Шымкентте қанша жерден аштыңыздар? Бір-ақ жерден ба?
Жоқ, Шымкенттің өзінде қазір уақыт болып жатса көрсете жатармыз тағы да. Негізі Шымкенттің өзінде бір 6 жерде, Шымкент қаласының өзінде 6 жерде точкамыз бар. Бірақ одан ары қарай бізде Сарыағаш бар. Сарыағаш жақтан да аштық. Сондықтан Шымкент жақ енді пока бірінші орында. Біз бүгін Шымкент қаласында 2-3 точкамызды аралап, сол ашқан адамдармен тікелей сұхбат жасасақ. Болды, келістік. Құрметті сағаттаңда көрермендер, егер де осы самообслуживающий мойка өзің жуатын, көлігіңді өзің жуатын кәсібін ашқыңыз келсе, мәке Марғұландармен серіктес болғыңыз келсе, төмендегі номерға міндетті түрде хабарға шығыңыздар. Марғұланның өзінің номерін қалдырамыз. Серіктес боламын десеңіздер, байланысқа шыға аласыздар. Әр қаладан, кез келген қаладан ашуға болады. Өздеріңіз установка жасайсыздар, обучать етесіздер, станоктарды әкелесіздер, орын таңдау жағына көмектесесіздер, нарық тексеру жағына көмектесесіздер. Тағы да қандай услугаларыңыз бар? Ашам деген адамға подключ бересіздер бе полный? Ашам деген адамның ең бірінші бізге керек нәрсесі оның өзінің жері болу керек. Ол жерді либо арендаға алған болу керек, либо ол өзінің собственный дейміз ғой, жаңағы жекеменшік жері болғаны дұрыс. Одан ары қарай біздің жаңағы сіз айтқан номер бойынша хабарласса, одан дәлше көмектесеміз. Біріншіден анализ жасап береміз. Енді принципі енді алыс шақтар болатын болса бізге видеосын, сосын картадан жібере алады. Принципі айлық доходтарын болады, болмайды деген сияқты сұрақтарға жауап бере аламыз. Екінші очередь жаңағы доставка жағынан товарымызды басқа жағынан проблема жоқ. Ешқандай карантин кезінде де бәрі жаңағыдай логистикалық компаниялар бар, солармен шартқа отырғанбыз, олар жеткізіп бере алады. Сосын оборудованияны либо өздері орнатуға көмектесеміз, либо біздің мастерлер барып, жаңағыдай 5 күннің бір аптаның ішінде орнатып, жұмысқа қосып беруіне толықтай көмектесе алады. Бұл кәсіп бастағанға тек охрана ғана керек қой, қателеспесем. Иә, бір оператор деп аталады, енді бұл жерде охрана деген тек қана күзетеді ғой. Оператор деген бұл жерде адамдарға көмектеседі, майдалап береді деген сияқты. Сондықтан бір автомойкаға жалпы бір күндік жұмысты бақылау үшін бір оператор жеткілікті. Яғни шығын өте аз, яғни 80% табыс, 20% расход. Енді осыны есімен сөйлесе аламыз да, сұхбат? Иә, сөйлесіп көрейік. Сұхбат алып көрейік. Марғұлан бауырымыздың Шымкент қаласындағы серіктесі. Есіміңіз? Жұлдыз болады есімім. Жұлдыз ханым, бұл саланы біздің канал арқылы көріп таптыңыз ба? Иә, сіздердің каналдарыңызды, осы сіз сұхбат жүргізіп жатқаныңызды көрдік. Содан қызығып, интерес туды бізде. Содан Марғұланға байланысқа шықтық. Бұл саланы жалпы таңдағандарыңызға осы сала көңілдеріңізден шықты ма? Жаңа ақша салдыңыздар, ақша қайтарылу жағы, күнде қанша машина жуып жатсыздар дегендей. Күніне қанша болғанда, күніне әртүрлі көңілімізден шығып жатыр енді. Табыс жағы қалай, жақсы? Табыс жақсы, жақсы ойдағыдай. Салған ақшаңыз қанша уақытта қайтарып аласыздар деп ойлайсыздар? Оны енді білмеймін ғой енді. Уақыт көрсетеді. Біз енді істеп жатқанымызға, ашылғанымызға бір ай болды. Бір ай енді болды. Бірақ жақсы болып жатыр. Жақсы көңілімізден шығып жатыр. Аппараттардың сапасы, качествосы жағы қалай? Сапасы жақсы, өте керемет. Ризамыз. Қолдарыңыздан келсе, екінші тағы да бір жерден қаланың точка ашуға Алла қаласа бар, ниетіміз бар. Сұраныс бар ма? Бар. Яғни клиенттер көп, риза. Жақсы, ризамыз. Аппараттар бұзылып, ондай проблема болған жоқ па? Енді бұзылып тұратын жерлер болады кейде. Енді бірақ ол жөндеу жағынан Марғұландарға звондаймыз. Өздері барлығын түсіндіріп, телефонмен неғса келіп, өздері істеп береді. Қанша уақытта аштыңыздар? Марғұланда қанша уақытта хабарластыңыздар? Орын таңдау жағынан тағы да қандай жағынан көмектесіз? Орын таңдау жағынан да барлық жағынан көмектеседі. Қандай сұрақ болса да жауап береді Марғұлан. Рахмет, өте ризамыз. Барлық жағынан көмек берді деп айтсақ болады. Серіктес болуға кеңес бересіз бе? Кеңес береміз, серіктес болсаңыздар болады. Жақсы. Рахмет сізге де. Сау болыңыздар. Сұхбатымыз жалғастырайық. Шымкент қаласындағы Марғұлан бауырымыздың екінші серіктесіне келіп отырмыз. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Фазлидин. Осы көлік жуу орталығы сіздікі? Иә. Ашқаныңыз қанша болды? 3 ай болды. Марғұланмен бірге аштыңыз ба? Иә. Ютубтан көрдіңіз ба видеоны или OLX-тан көрдіңіз? Ютубтан көрдіңіз. Кәсіп қалай, көңіліңізден шықты ма? Жақсы, иә. Күнде қанша машина жуасыздар? 100-150 машина. Орташа пайда қанша бір машинада? 350-400 теңге тарифі негізі бір машинаға. Сізге тағы да бір сұрақ енді. Екінші точка ашуға мүмкіндігіңіз болса ашар ма едіңіз? Иә, ашатын ек. Қуана. Иә. Марғұлан бауырымызбен ашқан кезде мына сервистері бойынша, орын таңдау бойынша, аппараттарды әкелу бойынша, үйрену установкасы бойынша толыққанды көмектесті ма? Иә. Хабарласып постоянно сұрап, не болып жатыр деп бәрін сұрайды. Айтамыз, мынандай болып жатыр деп. Көмектесіп. Салған ақшаңызды қанша уақытта қайтарып аламын деп ойлайсыз? Қанша айда мүмкін? Енді пока қазір бізде клиенттер үйреніп жатыр енді жай-жай. Тариф өсіп жатыр ғой.
Табыс жалпы өсіп жатыр. Иә, өсіп жатыр. Кризис карантин әсер етіп жатыр ма? Ладно, карантин тоқтауы мүмкін уақытпен. Кризис дейді ғой енді халықта қазір, сол әсер етіп жатыр ма? Енді наоборот кризисте осы жақсы деп ойлаймын негізі. Оны Жақсы кетіп жатқан сияқты ма? Иә. Енді 1000 теңге 1,5 теңге апарып мойкаға жудырғаннан гөрі осы жерге келіп 350-400 теңгемен жуады адамдар. Сіз алғашқы кәсібіңіз ба? Иә, бірінші мойка ол. Енді алғашқы кәсіп бастағаннан кейін енді мысалы біз бұрыннан кәсіптеміз да, біз ана кәсіпке кірдік, минусқа кірдік, мына кәсіпке минусқа кірдік. Сізде енді ондай проблема болған жоқ деп ойлаймын да, аштыңыз, ризасыз да? Иә. 100 рет ойланып аштық қой. 100 рет ойланып аштыңыз, дұрыс кәсіп видеоны көрдіңіз, дұрыс жігіттерді көрдіңіз, звондадыңыз, сенімді бәрі. Жақсы. Жалпы алғашқы ашқан кәсібіңіз уже көңіліңізден шығып жатыр. Бизнес деген оңай ма екен? Болады, жақсы. Жалпы кеңес бересіздер біздің көрермендерге. Мысалы біз Шымкент қаласындамыз да, біз Атырауда емеспіз, Батыста емеспіз, пысық қалаларда емеспіз. Шымкент қаласы енді өте пысық халықтардың бірі ғой, одан кейін адам да көп. Бұл жерде мен мойка менің ойымша көп. Иә, Үйті оның өзінде конкуренттер өте көп, үйті оның өзінде табыс өсіп жатыр. Мойкада көбейіп жатыр, адамдар да үйреніп жатыр негізі. Яғни табыс та өсіп жатыр. Иә, табыс. Басқа қалаларда Шымкентке қарағанда енді ашса мүмкіншілік көп деп ойлайсыз ба? Енді басқа қаланы білмеймін енді. Шымкентпен салыстырғанда. Иә. Шымкентпен салыстырсақ, Шымкентте халық көп, одан кейін адам бәрі ақылды. Басқа қалаларда енді халық мұнайы бар, анауы бар, өздері ақшасы бар, бірақ кәсіпке қатты көңіл бөлмейді, және де бұндай жерлер аз деп ойлаймын. Жалпы кеңес бересіз ғой енді ашуға. Болады ашуға, иә. Ризасыз ғой? Иә. Аха, рахмет онда сізге. Бір, екі, үш кет. Жалпы кішігірім қазір аппаратпен түсіндіріп өтейік. Именно біздің Easy Wash фирмасының аппараты. Бұл аппарат негізі біз осыдан 4 жыл бұрын аштық қой. Сол уақытта бізде функциядан, енді қазір бізде 4-ақ режим ғана болып тұрды. Сол уақытта бізде 9 режим болған. Жағдай дополнительный блеск, андай мындай тағы да майда түйін нәрселер. Содан кейін зерттей келе адамдардың нақты қолданатын тек осы 4-ақ режимі ғана бар. Стоп, тоқтату, вода, пена, воск. Осы 4 режимді ғана қалдырып, то есть ықшамдалған ең жақсы варианттардың бірі да бұл. Именно осы біздің фирманың. Бұл жерде ақшаны саласың, қалған уақытында тоқтатып аласың. Ақшаны қайда салады? Ақшаны мына салады, бұрышында. Бір шетінде купероприемник бар, бір шетінде. Астында монетоприемник бар. То есть екі жағында кез келген ақшаны қабылдай береді, былайша айтқан кезде. Сдача да қайтарады ғой бұл? Сдача қайтармайды. Или қайтармай қойды? Сдача қайтармайды. Лояльный карточка дегені бар, бірақ енді оны тек қана жаңағы автопарк деген сияқты нәрселер алады ғой. Сол сияқты крупный компаниялар, автобусы бар, КамАЗдары барған адамдарға жасап береміз лояльный карточка. Ал принципі былай күнделікті қолданатын адамдарға бұның карточканың ешқандай қажеті жоқ. Әке, осы 4 блок ашу үшін осы аппарат керек. Жаңа қанша ақша керек орташа есеппен? Среднем 4 боксқа негізі 6 миллиондай, 7 миллиондай ақша кетіп қалады. Бұл жерде нақты фактылар бар, соларды айтып кетейін. Ең бірінші жөт, кез келген адам, ашам деген адамға бірінші жөт жақсы жер керек. Орын. Ол жақсы жерін, жақсы орналасқан жерде болу керек. Одан кейін оны салып болады. Салып болғаннан кейін де жақсы факторлар бар. Бірінші жөт, ходы және выходы өте удобны болу керек та. Жаңағы әлемдік бизнестағы Макдональдс дейміз ғой. Макдональдстың өзі ең бірінші зданиясын саларының алдында входы мен выходын ғана қарайды екен да. Егер сол екеуі соответственно болса, онда несін сала береді. Ыңғайлылық қой аяғында. Зданиесін сала береді. Сол сияқты бұл жерде ең үлкен фактор осы именно самообслуживание мойкаға кіруі және шығуы өте ыңғайлы болу керек. Одан кейінгі нәрсе жарықтық. Освещение дейміз ғой. Освещение барынша жарық болу керек та. Өйткені кешке қарай жүрген кезде 100 машина өтсе, 100 машина сізді көру керек та. Үстінде рекламный несі ғой, Келесі очерк, рекламный баннер, названиесі дейміз ғой. Названиесі самообслуживание, жаңағыдай өзің жу деген сияқты әртүрлі названиялармен жақсы көзге көрінетіндей үлкен қылып салу керек. Кейбір адамдар бәрін жақсы қылып келіп салады да, соған ғана келген кезде ақшасын аяп қалады. Дәл сол 150 мың теңге үшін ол ар жағында может 1 миллионнан айырылып қалуы мүмкін да, былайша айтқанда. Сондықтан именно осы факторларға келген кезде ақшаны аямау керек, жақсы орын таңдау керек және освещениені жақсы беру керек. Бұл енді біздің кішігірім осы YouTube-дағы құпиямыз. Мәкем, пистолеттер жайлы. Так, пистолет туралы айтатын болсақ, мынау бізде арнайы пенаның пистолеттері. Бұл басында регуляторымен бар. То есть адам бір точкаға шаша ма, әлде жайып шаша ма, өзі біледі.
мына басында қарап тұрсаңыздар регуляторлар бар. То есть мына қолмен бұрап жаңағы жасай алады. Мына сіздердің логотиптеріңіз бе ғой, арнайы заказбен жасалған? Иә, біздің логотиптарымыз бар. Пена деп жазылып тұрады. Мына жақта судың пистолеті бар, суға су деп жазылып тұрады. Яғни 2 пистолет, бір аппарат қана керек. Аха. Ашқанға. Ашқанға жалпы осы блокқа. жалпы иә, сол аппараттың ішіне осы барлық детальдардың барлығы кіреді ғой. Кепілдік қанша уақыт бересіздер бұған? Кепілдік 1 жыл уақыт беріледі. 1 жылдың ішінде нақты бізден енді техника болғаннан кейін әртүрлі ақаулар болуы мүмкін. Бірақ сондай нәрселер болған жағдайдың өзінде біз реттеп отырамыз 1 жылдың ішінде. Қызмет көрсетесіздер бұзылған жағдайда. Иә, міндетті түрде. Одан кейін 1 жылдан кейін де кетіп қалған жағдай болатын болса, каждый детальдар, каждый болттар бізде жеке-жеке бөлек-бөлек сатылады. Содан алып жасай салады. Проблема жоқ. Принципі, иә, ол жағынан проблема жоқ. Неге десеңіздер, именно осы біздің варианттың енді нарықта жалпы 4-5 фирмалар бар. Итальянский дейміз, немецкий дейміз, сондай фирмалар бар да, негізі. Бірақ олардың мысалға айтайық, бір дозаторының өзі, дозирующий насос дейміз, дозатор пенаның өзі 50-60 мың теңгеге баруы мүмкін да. Ал именно біздің дозаторларға негізі кепілдік беріледі, бірақ кетіп қалған жағдайдың өзінде 10 мың теңге, 9 мың теңге деген сияқты суммада тұрады. Сондықтан бағасы жағынан да доступны. Сондықтан ашуға ыңғайлы. Жалпы 6 миллионға ашатын болса, в принципе, 1 жыл емес, негізі 6 айда, 7 айда мүмкін, еді жеріне байланысты. Ал қалалық жерде болатын болса, мүмкін 4 ай, 5 айда ақтап алу. Салған ақшасын ақтап алу. Иә, ондай уже біздің кейстер бар, нақты ақтап алған адамдар ше. Алматы жақ, Шымкент жақ ясно ақтап алатын, қаланың өзінде болатын. Басқа қалалар бойынша бос нелер бар ма, нарықтар? Батыс жақ бізде қазір данный момент аса көп серіктесіміз жоқ. Бір 2 ма серіктесіміз бар батыс жақта. Атырау жақта айтайық, Ақтау, Ақтөбе жақта айтайық. Сондықтан сол жақтың адамдар көріп отыратын болса, ақша бар ғой енді. Дәл осы кәсіпті сол жақтан ашуға қазір данный момент жаңа өзен бар. Шанс, иә. Неге десеңіздер, қазіргі уақытта данный момент Шымкент пен Алматы өте қатты дамып келе жатыр да осы салада, именно осы салада. Енді бұл әлі басы, әлі 2 жыл, 3 жылдың ішінде полный толады. Сол уақытта поздно болып қалады басқа жақтағы өңірлерге. Сондықтан батыс жақтың адамдарына айтарым, дәл осы кәсіпті ашыңыздар, бастап көріңіздер. EasyWatch Instagram қоятын боламыз. Астына Марғұлан бауырымыздың номері тұрады, соған хабарлассаңыздар болады. Әкелді, 3-ші орталық класс көрсек. Кеттік. Құрметті достар, біз 3-ші Шымкент қаласындағы Шұбарсу ауданына келіп отырмыз. Жаңағы 2 точка бізде қаланың ортасында болған, қазіргі біздің мына точкамыз Шұбарсу ауданында Шымкент қаласынан бәленбай километр жетістікте болды. Яғни бұл кәсіп ауданда, қаланың ішінде барлық жерде жүре береді, бірақ бұл жердің табысы жоғары сияқты. Енді осы кәсіпті ашқан Марғұлан бауырымыздың серіктесімен түгел толық танысып кетейік. Нариман, ассалаумағалейкум. Ашқандарыңа қанша болды? Ашқанымызға 2 айдай жоқ болды. Осы точкада ашқандар? Иә, осы точка. Күніне қанша машинаны жуып отырсыздар қазіргі уақытта? 200-220, басында где-то 130-150 машинада келіп жүрген тұрмыз. Иә. Сендерде де 4 блок қой қателеспесем? Иә, 4 блок, плюс пылесос та бар. Өздерінде қосымша пылесос жүргізесіздер? Иә, пылесос та жүргіземіз. Пылесос, иә, біздің EasyWash'тың фирмасынан тоже самообслуживание деп айтылады. Онда қазір пылесосты жалғастырайық. Қазір Нарима сізге тағы да сұрақ. Күніне қазір 200 қанша 200 машина жуасыздар ма средний? Иә, средний 220-250 аралығында. аралығында Машинада қаншаға қоямыз. жуып жатыр средний чек қайда? Средний чек 400-500 теңгеден болып жатыр ғой. Қандай қосымша сервистеріңіз бар клиенттерге көрсететін? Пылесостан бөлек. Пылесостан бөлек бізде мысалға клиенттерге келген кезде мысалы майда теңгелер болмай бізге жолығады. Солар майдалап беру, өйтіп полировка бізде солардың бәрі короче тегін болып келеді. Иә, плюс иә. Нарима жаңа қосымша сұрақтардың бірі, сендер жолдың бойында тұр да қателеспесем. Иә. Қанша ақша кетті ашқанға осыны толығымен? Примерно 6 миллиондай кетіп қалды бізде. 6 миллиондай кетіп қалды, иә. Қазір енді күніне 220 машинаны жуасаңдар күндік пайда қазір қанша болып жатыр? 80-90 мың теңге аралығында болып отыр. Күндік касса түседі? Иә, күндік касса. Енді ары қарай енді өзіміз есептеп алсақ та болады, айына қанша шығып жатқан және де осы бизнеске салған ақшасын қанша айда шығаруға болатында енді. Күндік табысты сендер выходной жоқ па, Нарима, демалмайсың? Жоқ, без выходной. 24-те 7. Иә, 24-те 7. Сізде жанып тұрады ғой мына түнде? Иә, жанып тұрады. Орынды өздерің таңдадыңдар ма или міне
Кімдер мәкендермен бірге таңдадыңдар ма? иә макиндермен бірге таңдадық қой бұл жерде. Орын таңдау жағынан да? Иә. Енді сапасына қарай келсек, қазір Easy Wash деп тұр ғой аппараттың. Бұзылып жатыр ма, мәкендер қанша уақыт орнатып берді, қанша уақытта бастап кеттіңдер? Жалпы сапасы қалай, мәкенмен қанша уақытта аштыңыздар, қанша уақытта орнатып берді? Сапасы өте жақсы. 3 күнде орнатып берді, ал ашылғаны 25 күндей болып қалды. 25 күнде. Құйып ашу бәрі қанша? Иә, полный 25 бір айда. Бір ай шамада ғой, иә. Құрметті сағат таңдау көрермендер, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бір айда ашылды, 6 миллион теңге ақша кетті. Күніне 220 машина жуып жатыр. 2 айдың ішіндегі нәтижесі. Енді күндік пайда 80-90 айту бойынша бауырымыздың. Енді оны бір айға көбейте берсеңіздер, 24-те 7 жұмыс істейді. Без выходной, ешқандай кризис, карантинге қарап отқан жоқсыздар қазір уақытта. Әсер етіп отқан жоқ, және де әрбір машинасы бар адамға 300-400 теңге күнде машинасын жуып, күнде жумаса да аптасына 2 рет жуатын шығар кейбір көп адамдар. Әртүрлі ғой машиналар. Бірақ средний чек 400-500. 2-3 күнде бір рет келеді клиенттеріміз. 2-3 күнде бір рет келеді. Яғни табыс жағында есептей берсеңіздер бол, сондықтан Марғұланмен серіктес боламын десеңіздер, қайталап айтайын, номер осы жерде тұр. Көп жағдайда сұрайды бізден. Номері қайда? Номер экранда мына жерде тұр. Енді ары қарай жаңағы присос системасы бойынша мәкеннен өзіне жеке сұхбат алсақ. Құрметті сағат таңдау көрермендер, кішкене жел соғып тұр, Шымкент қаласында көңіл аудармаңыздар. Енді присосты бір чет көріп шығарсыздар, мен сияқты. Мәке толық түсіндіріп кетсеңіз, бұл не үшін керек, бағасы қанша, және де бұл клиент тартуға көмектесе ме, әлде бұл да платный ма? Бұл пылесос жалпы, пылесос негізі сервис ретінде жүреді. Пылесостан негізі көп түсім жоқ, пайда жоқ жалпы. Пайда мүмкін бір 2000-3000 теңге тең болады шығар, бір күндік ақшасы общий түскенде ше. 200-300 машинадан деп айтайықшы. Бірақ бұл сервис ретінде. Кез келген мойкаға барсаң, обязательно пылесос сұрайды. Енді бір 150 адам келсе, соның 130-ы міндетті түрде пылесос сұрайды. Сондықтан пылесоссыз бұл жерде никак дейміз ғой. Бағанағы жерлерде жоқ қой мәке? Ол жерлерде жоқ, бірақ олар тегін қойып қойған. Болашақта олардың бәрі осындай қоюда жоспарлары бар. Қазір бұл жерде бізде бір посттық пылесос деп атады, самообслуживание тоже. Мындай 5 метр өзінің шлангысымен болады, машинаның кез келген жағына апарып жуа алады. Содан кейін бұлардың бағасы, бір посттық пылесостың бағасы 450 мың теңге тұрады. Ал бұл уақытпен салынама тоже 200-300 теңгемен? Я, то же самый. Бұл жерде тек қана тиын ғана салынады. Енді бір машинені среднем 200 теңгеге толықтай пылесос етіп шығады ғой. Бұл жерде екі-ақ қана функция бар, пылесос және тоқтату, стоп. Ал уақыттың принципі сол 200 теңгеге принципі настроить етіп қояды. Неге десеңіз, бір машинеге сол 150-200 теңгеге толықтай істеп шығу керек. Пылесостың бағасы сол. Ал пенаның бағасын айтып жатырмыз ғой, неге десеңіз, бұл жерде пена бар, су бар деген сияқты нәрселер бар да. Ал бұл жерде тек қана мусор сорып алу ғана. Бұның функциясы сол ғана да, пылесостың. Сондықтан бұған көп ақша қоя алмайсың. Сондықтан бұл жерде принцип бір машинеге 200 теңге толығымен жетеді. Сосын мәке тағы да бір сұрақ, енді көп жерде көрдік, қаланың іші болсын, сырты болсын, мынандай жерде. Канализация дей ма, су ағатын жерде бөлек жасау керек болады ғой, қателеспесем. Қалалық жерлерде центральный канализация дейміз ғой. Қосып кетеді. Центральный канализация қосқан тиімдірек. Өйткені қалада нақты барлық система бәрі жасалған нәрсе. Проблема жоқ, неге десеңіз, кәдімгі рұқсат алатын арнайы жерлер бар. Ал шет жақтарда, например, Шұбарсуды қазір келіп тұрмыз ғой, Шұбарсуды. Бұл жерде центральный канализация деген жоқ. Сондықтан бұлар осы бір жерлерге екі, по-моему, қателеспесем, екі құдық тастады. Құдық болғанда кольцо дейміз ғой. Кольцо тастады, оны жерге байланысты сорып тұрады. Например, бір жерлер, тасты жерлер болатын болса, 1 жыл, 2 жылға дейін оны сорғызбайды. Ал сазды жерлер болатын болса, топырақты сазды жерлер болатын болса, мүмкін 7 айда, может 6 айда бір сорғызып тұру. Ассенизатор шақырып тұрады, соғысқа. Ассенизатор обязательно шақырады. Иә. Сондықтан бұл проблема емес қой онша қатты. Жоқ, осы жерде айта кетейінші, негізі келіп звондайтындардың көбісі біз жақта, енді шет жақтарда айтып отырмын, қала жарайды, қалада ол туралы көп ойланбайды. Шет жақта біз суды қаяққа жібереміз деген әңгіме болады да. Мен былай түсіндіремін да, қарапайым тілмен түсіндірген уақытта үйдің суын, жалпы үйдің суын, үйде біраз су шығады үйдің өзінде. Сол судың бәрі бір септикке барып құйылады ғой. Дәл сол система бұл жақта да сондай да. Бірақ бұл жерде топырағы, машинадан түскен топырақтардың бәрі құдықтың ішінде қалу керек. одан кейін барып сүзіліп, септикке тек қана таза су бару керек. Ал нақты жасаймын деген адамдар болатын болса, бізге хабарласса, біз дальше қалай жасайды, қалай қою керек, қанша метр қылу керек деген сияқты барлық ақпарат береміз негізі. Асай. Иә. Жалпы сол. Reach for the summit. Visions brave the one false stability and so
салатанда көрермендер, бүгін 2-ші күндік съемка. Біз Шымкент қаласынан қазір Алматы қаласына келдік. Алматы қаласынан әкенің тағы да бір серіктестерді түсіріп көрдік. Бұл серіктес енді кішкене ерекше десек те болады. Біз қазір Алматы қаласы, Алатау ауданы, Рахат микрорайонына келіп отырмыз. Алматы қаласынан бір 20-30 минуттық жерде алыс жерде орналасқан, және де мынау бір трассаның бойы емес. Енді мәке, мына жердегі серіктесіңіз жайлы толық айтып кетсеңіз. Атын көріп тұрғандарыңыздай оригиналсың деген. Бұл Әбдіжаппар Әлқожаның автомойкасы. Қазіргі уақытта біз жұлдыздармен де жұмыс істеп бастадық. Бұл жерде 3 точка орналасқан. 3 бокстық автомойка бар. Мәке, енді сізге осынша бір сұрақ, тағы да енді жол бойы жүріп келдік. Аудан бір микрорайонға келіп түсіріп жатырмыз. Жалпы осы мойка саласында ауылдық жерде ашылған нелер бар ма? Мысалдарыңыз бар ма? Ауылдық жерге ашылған автомойкалар бар бізде. Мысалға Кеген деген жер бар. Осыдан Алматыдан, Райымбек ауданы. Алматыдан 3-4 сағаттық жер болып есептеледі. Сол жердің өзіне қазір сұраныс бар екінші автомойкаға. Неге десеңіз, біріншісіне уже кешке қарай, енді в основном кешке қарай болады, уже поток деп аталады ма? Сол уақытта очередь болады, адамдар көп күтіп қалады деген сияқты екінші автомойкаға сұраныс болып отыр. Тағы бір айта кететін нәрсе, қазір барып сол жерге көрсетейік. Мен Талғар ауданы Кеңдала деген ауылдық жер бар. Сол жерде біздің өзіміздің тағы бір автомойкамыз ашылды, 4 посттық. Менің өзімдікі. Осы менде 6-шы автомойкам. Өзіңіз? Иә, тағы біреусі қазір данный момент құрылысы жүріп жатыр. Егер уақыт болып жатса, сонда бір көрсете кетерміз. Тағы бір айта кететін нәрсе, Талғарға барып қазір көрсетсек, жердің орналасуы жайлы, документация жайлы біраз әңгіме қозғасақ болады. Жалпы ауылдық жердегі ол? Ол ауылдық жерде. Салатанда көрермендер, онда видеоны соңына дейін көріңіздер. Жалпы ауылдық жерде бұл кәсіп қалай жүріп жатқан, және де 4 блок қой, қателеспесем. Ол жерде. Бұл жерде 4 бокстық, иә. 4 бокс қалай жүріп жатқан, ауылдық жерде сұраныс қанша екен өз көздеріңізде көретін боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Бақытыңды аялап қолыңдағы, басыңдағы бағыңнан өшірмеші. Сұлу қыздар көп шығар соның бәрі, сенің сұлулығыңның көшірмесі. Ал сен оригиналсың, саған халық илансың, саған қолы жете алмай. Әкеңнің өзінің жеке 5-ші точкасына келіп отырмыз. Қарасаңыздар, жолдың бойында Талғар ауданы, қателеспесем, Алатау ауданына кіреді. Талғарда Кеңдала ауылы, аудан емес, микрорайон емес, облыс емес, Кеңдала ауылында жолдың бойында орналасқан Мойсам Өзіңжу деп атын жақсы қойыпсыздар. Мәке, өзіңіздің 5-ші точкаңыз да мына жерде? Қарап тұрсақ 5 блок. Бұл қазір 5-ші точкам, 6-ші точкамыз салып жатыр. Құдай қаласа бір аптаның ішінде ашылады. 2 жылда 6 точка аштыңыз да сонда? 3 жылда. 3 жылда 6 блок. Жоқ, 3 жылдан біраз уақыт, 4 жылға жақын деп айта берейікші, примерно говоря. 4 жыл төңірегінде 6 точка аштыңыз. Иә. Блокпен санаған кезде бір 24-25 блок бар шығар осында. Бар шығар. Өйткені қалалық жерде менің өзімдікі 2 бокс ашқан жерлерім де бар. Енді жердің тарлығына байланысты ғой. Жобалап сол айтайықшы, 25. Әкенің орын жағына кішкене кеңес беріп жіберсеңіздер, ашам деген адамдар. Документ жағы, ИП ашқан дұрыс па, орынды қалай қараған дұрыс, таңдаған дұрыс? Так, орын жағынан дәл осы жерде қазір көздерде көріп тұрған шығар. Жолмен автомойканың арасы максимум 25 метр, 30 метр болатын болса, то есть бірінші линия деп аталады ғой. Солай болатын болса, кез келген кәсіп, то есть кәсіп болғанда біздің именно автомойкамыз 100 машина өтсе, 100 машина көру керек та, былайша айтқанда. Соның ішінен 20-сы 10 келетін болса, оған жеткілікті. Сондықтан бірінші айтатын нәрсем, бірінші линиядан салған жақсы. Екінші, бағанағы видеоның бас жағында айтып кетті ғой, жарықтығы, названиясы дейміз. Мысалы, менің жазуды қарайтын болсаңыздар, биіктігі 80 сантиметрда. Енді 100 машина, 200 машина өтсе, 200 машина осы жерде Мойсам бар екен белгілі. Өзіңжу, яғни самообслуживание бар екен белгілі нәрсе де. Сондықтан бірінші очередь кез келген клиентке нақты түсінікті көретіндей жерде болу керек та. Осы бизнестің бір ключевой нәрсесі осы. Жалпы жолдың бойында машина көп болса, ол да жақсы орындардың қатарына жатады. Иә, бірінші очередь енді бұл жерде основной машина ғой. Сондықтан машина ең көп шоғырланған жерге салған өте дұрыс. Қала ма, ауыл ма, аудан ба, маңызды емес, ең бастысы машина көп болса болды. Иә, машинаның жақсы жүретін жеріне салды. Документация жағы қалай ма? Документация жағы ең бірінші очередь жаңағы кәсіпкердің жеке несі болу керек.
ипс дейміз ғой, индивидуальный предприниматель, жеке кәсіпкерлік куәлігі болу керек, бірінші очередь. Екінші очередь, салатын жері под бизнес болу керек, бизнеске арналған болу керек. Содан кейін целевой назначение дейміз, орысша. Целевой назначениесі именно автомойка болу керек. Автомойка болу керек та. Сол уақытта сол жерге смело салады. Егер менікіндей закрытый осындай автомойка болатын болса, бұған техникалық паспорт қажет етеді. Ал егер навес қылып салатындай болатын болса, оған ешқандай техникалық паспорт, жағда басқа да документтер қажет жоқ. Тек қана ипс болу керек, целевой назначениесі автомойка болу керек. Одан кейінгі светі заңды, су заңды болу керек та. Осы нәрселердің бәрі сәйкес келетін болса, документ жағынан ешқандай проблема болмайды негізі. Жалпы 4 блок деп есептейші, орташа немен көбісі 4 блок ашып отыр, пайдасы да жоғары болып отыр. Иә. Тоқетер қанша теңге кетеді? Құрылысына егер ашық бокс ашатын болса, ашық автомойка, жаздық автомойка ашылатын болса, 2,5 миллиондай тек құрылысына кетеді. Строительствосына дейміз ғой. Салып тұрғызуына 2,5 миллиондай кетеді. И плюс одан кейін бізден сатып алатын аппараттар. Оны каждый кәсіпкер, салам деген адам, салып дайындап алады. Біріншіден, егер проект керек болса, бізде де бар, немесе Google-ға теретін болсаңыздар, именно самообслуживание, открытый десеңіздер, неше түрлі дизайнымен, неше түрлі варианттар шығарып береді та. Эконом варианты бар, Иә, кейбір клиенттер көп адамдар звондайды, бізге жақсы дизайн тауып беріңіздерші деген сияқты. Оның егер тауып береміз, әңгіме жоқ, бірақ Google тұрған кезде біздің көмегіміз аса қатты қажет жоқ уже. Сіздер ол жаңағы ең бірінші орын жағына примерно көмектесесіздер. Аналитика жасап бере аламыз. Дизайн бере аласыздар. Иә. Үшінші жағы установка жағы аппаратқа сіздер жауап бересіздер. Бір аппарат қанша тұрады? Бір аппараттың бағасы 970 мың теңге тұрады. 1 жыл гарантиясы бар. 1 жылда бұзылып жатса ауыстырып бересіздер, жасап бересіздер, тағы да басқа. Без проблем. Орысша айтқанда без проблем. Келісім шартпен бәрі. Бәрі келісім шартпен 1 жылға договор бойынша жазылып беріледі. Бұл бизнестің болашағы мәке. Алдағы 3-4 жылда қалай көресіз мысалы? Қазіргі бұл Кіргенде 3 жыл болса біздің нарық алдағы 3-4 жылда болашағы қалай? қазіргі кәсіп, бұл кәсіп негізі 2 жылдан асып кетті, 3 жылдай болып қалды дейікші, осы кәсіптің кіргеніне, иә, нарыққа. Бұл әлі күнге дейін жаңа кәсіп болып есептеледі. Неге десеңіз, қазір көрермендер көріп отырса, көп қалаларда, батыс жақтарда айтайық мысалға. Енді Шымкент пен Алматы ясно, основной кәсіп бірінші келеді ол жаққа. Басқа жақтарда, Астананың өзінде айтайықшы, Астананың өзінде бұл кәсіп аса қатты дамый қойған жоқ та. Енді менің ойымша бір 4 жылдың, 3 жылдың көлемінде нарық толықтай толады уже. Сондықтан қазір осы кәсіппен айналсам дейтіндер болса, жақсы мүмкіндік. Ашыңыздар, бастаңыздар. Құрметті Салатанда көрермендер, біз сіздер үшін осы Шымкенттен Алматыға дейін түгел аралап шықтық. Ауылдық жерде қалай отқан, аудандық жерде қалай отқан, қалада қанша табыс тауып отқан. Ортайша есеппен айтқанда ауылдық жерде күніне 40 мыңнан 50 мың теңге табыс табасыз, ал қалалық жерде 80 мен 100 мыңнан жоғары табыс тауып бұл кәсіп арқылы. Бұл кәсіп арқылы біз сізге жай ғана көрсеткен жоқпыз. Әрбір ашқан адамнан жеке өзіне сұхбат алдық, және де алдағы уақытта мүмкіншілік болса, екінші точкасын ашқан қалай қарайсыз дегенде олардың бәрі иә деп жауап берді. Және де бұл көрермендердің 80%-ы біздің Сала таңдау көрермендер. Сала таңдаудан біздің бірінші выпусқты көріп, осы көргеннен кейін Марғұланмен серіктес болып, өздерінің табыс тауып жатқанын айтқанда, біз осы видеоны түсіреміз деп шешім қабылдадық. Яғни біздің видеолар арқылы миллион тауып жүрген біздің көрермендеріміз бар екен. Ал Марғұлан бауырымыздың кәсібін өздеріңіз көрдіңіздер, жеке өз басында 5 точкасы бар. Ал Қазақстан бойынша 6 қала адамның серіктестік құрды. Және де кепілдік береді. Кемі 6 ай, 7 айдың ішінде салған ақшаңызды міндетті түрде қайтарып аласыздар. Салаз деген кәсіп іздеген әрбір адамға мен өзім Ұлан Құрманғалиев осы салан кеңес берерім. Тек қана орын тапсаңыз болды. Орын табудың проблема қиын емес. Машина көп па, значит дұрыс орын деген сөз. Машина бізде енді Қазақстанда оған былайша айтайын, жақсы машина өте көп десек те болады. Сондықтан осы кәсіпке бастағандарыңызға кеңес беремін. Марғұланның инстаграмы мына жақта, номерін ақ қоятын боламыз. Серіктестік үшін хабарласыңыздар, өз қалаңызда тездетіп осы кәсіпті бастаңыздар. Сіздермен болған Ұлан Құрманғалиев, Сала таңдау каналы. Сау саламатта болыңыздар.